Бүгінгі таңда мемлекеттік басшы қолдамасы аясында Таза Қазақстан бастамасы бойынша су ресурстар және ирригация министрлігі мөлдір бұлақ акциясын өткізіп жатыр. Акцияның негізгі тақырыбы су көздерін ашу, абаттандыру жұмыстарын жасау, қоқыс жинау, көкіш, ағаш нелерді отырғызу. Бүгінгі таңда бүкіл республика бойынша 50 бұлақ ашу жоспарлануда жұмыс өткізіліп жатыр. Біз Шығыс Қазақстан облысының атынан келіп тұрмыз. Жалпы осындай мөлдір бұлақ акциясына біз бірінші қатысып тұрғанымыз жоқ. Осындай игі бастамалар арқылы біз өзіміздің еліміздің, табиғатымыздың көркеюіне атсалысамыз. Осындай іс-шаралар, акциялар ол біздің жастарымыздың бір үлесі деп айта аламын. Ол бізге өте маңызды болып келеді. Өзіміздің табиғатымызды, қоршаған ортамызды қорғау ол біздің міндетіміз деп айта аламын. Бүгінгі ұйымдастырып отырған субботник құтты болып, халықтың игілігіне болсын. Осындай көтерілістер көп болсын. Бүгін Таза Қазақстан мөлдір бұлақ акциясы 11 шілдеге тағайындалып, соны өткізудеміз. Бұл акцияда біз Шешек тауының етегіндегі Шешек бұлағының жағасын тазалауға келдік. Бұл жерге 1-2 тал егіп, алма ағашын өткені тал егетін кезең өтіп кеткенмен судың жағасына егейік деп жатырмыз алма ағашын. Мақсатымыз бүгін осы жердің шөбін шауып, мусырын, қоқыстарын тазалап шығару, бұлақтарымыз таза болсын деген ниетпен, тілекпен тазалаудамыз. Міне осындай Таза Қазақстан мөлдір бұлақ деген акцияның аясында осында келіп тұрмыз. Жолдасым Қазводхоз мекемесінде жұмыс істегендіктен осындай іс-шараға волонтер болып, жастарға үлгі болып, болашақты таза ұстап, табиғатты қорғауға осындай үмітімізді білдіріп тұрмыз, ниетімізді білдіріп тұрмыз. Енді қазақтың ақын айтқандай, мың өліп, мың тірілген қазақпыз ғой. Енді осындай дамыған кезде, жақсылыққа жол бастаған кезде санамызды өсіріп, айналамызды қорғап, табиғатымызды қорғап, экологиямызды бағалауымыз керекпіз. Сол үшін осындай ниетпен келіп тұрмыз. Жерді жуып жатырмыз. Жерді, суды тазалап жатырмыз,